Нұрлыхан Құдайберген, Қазыбек Нөгербек елдер арасындағы Қазақстан чемпионатының финалы. Е4 Ж6, Пирц Уфимц қорғанысы, Д4 Д6, АЦ3 С6, Пл3 АТФ6, Уәзір Д2 Б5. Мүмкіндік бар болса, уәзір қанатында кеңістікті басып алуға тырысу керек. Пл3 Е5 негізгі орталыққа сарбазды қойды, АТФ3 ат Б7, H3 және піл Б7. Көрініп тұр, Нұрлыханның бұл бастамада кішкене болса тәжірибе жеткіліксіз. А3, А6, рокировка, піл Ж7 және піл H6. Осы жүрістен кейін түсініп тұр. Түсінікті мына Нұрлыхан сәл-сәл болса да осы позицияны түсінбей тұр. Өйткені бұл піл шын мәнінде қараларға қажет емес, өйткені мына екі сарбаз оған кедергі жасап тұр. Рокировка тура Е1, тура Е8 алдық және піл Д, піл F1. Енді мен Пирц Уфимц қорғанысын емес, Испания партиясын тамашалап тұрған сияқтымын. С5 кімді? Брейер вариантында жиі осындай жүрістер болады. Д5, уәзір Б6, ат H4, енді мүмкін ақтар деген уәзір Ж5 және ат F5 деген әрекеттерді жасағысы келетін шығар. H6, тура Е3, уәзір Д8, Ж3 және С4. Уәзір қанатындағы кеңістікті барынша басып алдық, А4 және уәзір Б6. Б4 неге қарсылас деген уәзір қанатында ойнап отқанын мен мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Бұл жерде қаралар ойнайды. Ал ақтар деген барынша мына патшаға шабуыл жасауға тырысу керек. Б4 өткелде алу ережесі және Б4 деп өзі жүрді. Мен үнемі айтам, бұл ат туралы өрт сөндіруші, қорғаушы деген лақап аты бар. А2, ат С5, бірінші мына жерге шабуыл жасайды, екінші мына жерге шабуыл жасайды деген сияқты. Піл Ж2, А5, енді мына пілде қысылып тұрған жоқ. А6 арқылы шығады. Тура А Е1, тура А С8, С жолы өте маңызды. Патша H2, уәзір Д8. Ат С1, мына ат қаяға бара жатыр, не істейін деп жатыр, мен үшін түсініксіз. Тура С7, енді С жолын басып алу операциясы басталады. Піл F1, уәзір Е7, уәзір Б2 және тура Е8. Болды, батареяны құрдық. Болашақта С жолы бойынша кіреміз. Ат Д3 және қарсылас оған кедергі жасаудың орнына көмектесіп жатыр. Алдық. Жоқ, алған жоқпыз. Ат Б7, былай және тура С3. Мен сіздерге үнемі айтам, 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен ауыр фигура үшін. Ат F3, піл А6, енді мына пілден құтылу және мына аттың мәртебесі әрине мына пілге қарағанда жоғарырақ болады. Алдық. Д2, Б8, С4, алдық және ат А6. Мына торды бақылауда ұстап тұр. Енді мына пілге қараңыздар, бұл піл деген өз сарбаздарының арасында қысылып тұр. Уәзір Д2, уәзір А7, Акиба Кивелевич Рубинштейннің варианты және маневр есімізге түседі. F4, уәзір Д4, өткені кірдік. Уәзір Е2 және Б3. Мына өтетін сарбазды тоқтататын ешкім жоқ. Уәзір F3 және Б2. Әрине бұлай алуға мүмкіндік жоқ, өткені бірден тура С2 шақ мына жерге және аттан айырып қаласыздар. Алдық және Е1. Ат С5, енді осы аттың арқасында бүкіл позиция әлі аман тұр, қазір бірақ қирайды. Бұлай алдық, F1 және ат F4 осымен ойын аяқталды. Мына уәзірдің баратын жер жоқ және мына ат Каспаровтың аты.